Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер. 4-ші бөлім. Неге олай істейсің? Өзіңді кіммін деп жүрсің? Мен сенен көмек сұрап едім. Мұны өтініш деп те айта алмайсың. Сен жалынып тұрдың. Сенде не, намыс жоқ па? Мәселе намыс емес. Сенің қиналып жүргенің менің жаныма батты. Сені құса болып жүрдің. Ал саған бәрібір емес пе? Не жұмысың бар менде? Кет енді. Өзің неткен мылжың едің, а? Не ойластырып жүрсің? Бәріміздің басымызды қатырып. Көчімпе. Сенен сұрасам бола ма? Ал болмайды десем ше? Өзіңді еркін ұста. Бұл саған жараспайды. Біреуді шын сүйіп қалып, оған қамқорлық жасап жүресің де, бірақ оны сүйетініңді айта алмай, сезіміңді тежегенің дұрыс па? Қайдан дұрыс болсын? Не? Қызық екенсің. Қанша сүйсең де, ол басқа адам емес пе? Егер ертең ақыр заман болады десе, сонда да әлемді құтқарам деп шабасың ба? Көчімпе. Не? Меніңше, сенің шынымен басың істемейтін шығар, а? Енді ғана түсіндің бе? Менің ойымша, ең дұрысы бар сезіміңді жасырмай айту керек. Байқайым, жиқу келмейтін сияқты ғой. Ал сау болыңдар. Бұзықтық жасамаңдар. Жолың болсын. Саған қонаққа барам. Қонаққа емес, көрмеңді өткізуге кел. Өзіңді күт. Сен тым сезімталсың. Оныңды қоймасаң, бір күні жаныңды жаралап алуың мүмкін. Әпке, бәрімізге қамқор бола қалыпсың. Осы әйелдерді түсінбеймін. 10 жылдан бері мені бірінші рет осылай атап тұрсың. Сен тамаша жансың. Сенде әпкем барына ризамын. Әлде саған ұнамай ма? Чанди? Менің өтінішімді ұмытпашы.
денсаулығыңды күт. Ал сау болыңдар. Мен кеттім. Сау бол. Сау бол. Сен алар емеспін. Ол шынымен келмеді. Айттым ғой сендерге. Ал сендер менің мінезім жаман дейсіңдер. Арамызда нағыз тас жүрек ол Джиху. Сырт қарағанда мейірімді сияқты, бірақ ашуына тисең, одан қорқынышты адам жоқ. Мұның тым қатал айтылмаған ба? Сен бе? Қайдан жүрсің? Қашаннан бері мұнда тұрсың? 3 сағаттай болды. Не? Егер бізден бұрын келсең, неге көрінбедің? Неге олай істедің? Басқа ештеңе ойлап таппадың ба? Жүгір соңынан. Егер ол қала алмаса, сен қасында бола аласың ғой. Сен оны сүймеуші ме едің? Енді неге тығылып тұрсың? Әлде сүйетініңді айтуға батылың жетпей ме? Сондай қорқақсың ба? Бұл келесі ұшаққа. Заттарымды да жинап қойдым. Джиху, Әйтеуір жұртты таңғалдыруды білесің. неге аяқ астынан өзгердің? Бұның бәрі мына қыздың арқасы. Не? Қалай? Әй, сені ме? Бер келші. Жарайсың. Нағыз жігіт екенсің. Жарайсың. Жарайсың. Рахмет саған. Сенің арқаңда бәрін түсіндім. Оған сезімімді білдіруім керек. Кейде батыл болу керек дедің бе? Сенімен таныс болғаным қандай жақсы болды. Ал мен кеттім. Сау болыңдар. Сау бол. Жанди, Не керек саған? мені мұқият тыңдап ал. Тек бір-ақ рет айтам. Ұқтың ба? Кім Жанди? Сен менімен бірге. Мынау не деді? Отырмайсың ба? Сен бүгіні сағат 4-те Сеул мұнарасының алдында.
1 минут кешіксең, өлдім дей бер. Иә, солай. Ананы қара, бол тез. Егер олар 4-те ашылса, міндетті түрде осында жүгір. Тапқанның бәрін себетке сала бер, ұқтың ба? Тездет. Екеуміз бірге бармаймыз ба? Болды. Мен 40 қабат алып үлгеруім керек. Сенің киіміңді алуды Жапон соғысымен салыстырсақ, 40 қабат сатып алу. Екінші дүниежүзілік соғыс. Әрине. Өткен жолы қасымда тұрған әйелдің тісі түсіп қалыпты. Рас па? 3 ай бойы жинаған ақшаны жұмсайтын күнге де жеттік. Бүгін соны жұмсаймыз. Түсіндің бе? Кеттік. Жарайды. Кеш болып кетті. Тездетейік. Қар жауып кетіпті. Әкең күтіп қалған шығар. Жүр, тезірек барайықшы. Бол. Сен бүгін сағат 4-те Сеул мұнарасының алдында. Әлде жоқ, болмайды. Барайын. Сен өз-өзіңмен не айтып келе жатырсың? Апа, Не? кездесуге барам деп уәде етпесең де, сені мынадай суықта күтуі мүмкін бе? Есі дұрыс болса кім күтер дейсің? Кеттік. Ай, тоқташ. Оның шынымен де есі дұрыс емес. Апа, мынаны алшы. Мен кеттім. Әй, Жақсы. Чанди, қайда кеттің? Чанди, қайда деймін? Бір жерге барып келем, апа. Әй, осы қыздай. Тез келем. 이제 내게로 와요 나도 모르겠어 baby 오늘도 난 이렇게 난 네 앞에 서서 있지만 사랑 꼭 말해야 하나요 이렇게 원하고 있는데 영원을 약속한 단 한 사람 그대잖아요 Сағат қанша болған білесің бе? Соны сенен сұрайын деп ем. Қанша болған білесің бе өзің? Басқа айналысатын ісің жоқ па? Мен саған кешіксең өлесің демеп пе ем? Ал мен келем деп педім. Бірақ келіп тұрсың. Иә, бірақ мені күтіп тұр екен деп көре салайын дегем. Ал егер келмей қалсам не істер едің? Бәрібір келіп тұрсың ғой. Кімнің кесірінен осынша қиналып отырмын? Ашуланатын менің жөнім емес пе? Күннің суығын-ай. Тұр. Ыстық бірдеңе ішіп жылынып ал. Әбден тоңып қаларсың. Тұр енді. Болсаңшы. Кофе ішеміз. Немесе үйіңе қайт.
Міне, бұл кофе 30 мың вон тұрады. Қарақшы, енді алаяқтық жасайын дедің бе? Оның үстіне мен мұндай кофе ішпеймін. Әуелі дәмін татып көрсеңші. Бұл дәмді кофе. Қане іш. Неге 30 мың тұратынын айтайын ба? Менімен жүр. Ал, қалай екен? Дұрыс айтыппын ба? Ең қымбат қонақ үйлерде де мұндай дәмді кофе іше алмасың. Өзің есептеуді білмейсің. Саған компания түгілі шағын дүкенді де сен тапсыруға болмайды. Неге? 36.300 вон. Солай ма? Мұндай жағдайда қызмет көрсеткен үшін ғана емес, төлеген салығыңның да ақысын қосуың керек. Байлар да солай есептеп жүре ме? Олар ондайға мән бермеген сейді. Егер шынымен білмесе, байлыққа қол жеткізуші ме еді. Не деген көп жылдас. Бұл жылдыз емес. Оның бәрі жер серіктері сауатсыз. Сенің есің дұрыс па? Олар соншама көп болатын беді? Әзілдеп тұрсың ба? Оның бәрі жердің серіктері. Сенен осындайды күтпеп едім. Ақымақ. Өзің ақмақсың. Қырсық қыз. Ал сен менен өткен қырсықсың. Алло. Мейрамхана дейсің бе? Ешқайда кетіп қалма. Қазір барам. Не болды? Не болды? Ағатай! Кім бар? Есік! Есік! Көчемпе! Не? Есік жабық! Жабық ба? Шынымен жабық ба? Ағай! Ақымақтар шайғайлай бермеш, одан да біреуді шақырайық. Менің кетуім керек. Әйтпесе, апам оңдырмайды. Телефоным қайда кеткен? Телефоның жоқ па? Сенікі бар ма? Менде болғанда емес. Осы күні телефоны жоқ адам бар ма? Осының бәрі сенің кесірің. Неге менің кесірім? Сен неге мынадай суықта көше кезіп жүрсің? Өзіңе қарамайсың ба? Өмірімде бірінші рет біреуді осыншама күтіп едім. Не дейсің? Енді не істейміз? Айтшы, не істейміз? Ағатай! Не істеп тұрсың? Мүмкін мұнда кірерміз, а? Суғынай. Ей, жылш. Жоқ. Кешір.
Не үшін? Кешірім сұрап тұрмын ғой. Осының бәрі менің кесірімнен. Сен де мойындайды екенсің ғой. Саған үйіңдегілер ештеңе демей ме? 4 сағат бойы қардың астында күткенің не? Саған ешкім ештеңе айтпай ма? Әлгі басқарушың, күтушің, жүргізушің қайда қарап жүр өздері? Олар жұмыстан шығарып жіберген. Неге? Қарапайым адамша өмір сүргім келді. Сенің де ойлап таппайтының жоқ екен. Ей, химиялық тазалаушы. Не? Саған шынымды айтайын ба? Не айтпақсың сонда? Не керек саған? Ей, сол жерде отырып айта берсеңші. Дәл қазір маған керегі. Не? Ей, мынау не істемек? Ей, мына жағдайда, мына түріңмен не ойлап тұрсың? Тыныштал. Болды дейм. Ей, не болды? Егер 3 секундта тұрмасаң, мен өз-өзіме жауап бермеймін. 1 2 2,5 3 деймін. 3 Иш. Ей! Денең күйіп тұр ғой. Неге? Ей, көчімпе, бәрі дұрыс па? Ауырып тұрмын. Ауырып? Я, қызуың көтеріліп тұр. Енді не істеймін? Суық. Суық па? Не істеп тұрсың? Анам айтып еді, басыңды осылай орап алсаң, тез жылынасың. 행복한 기분이죠. 눈부신 운명이죠. 사랑의 향기에 미소 지어요. 행복한 기분이죠. 눈부신 운명이죠. 사랑의 향기에 취해 보아요. Отыр.
Апарып салайын. Қажеті жоқ. Апама қалай түсіндірерімді ойластыруым керек. Біраз жаяу жүріп, сосын автобуспен барам. Қалай ақталу ұтсағын үйретейін бе? Ей, бұның не? Не істедің? Кешіріңдер. Енді ешқашан қайталамайым. Апа, әке, сендердің алдарында кінәлімін. 1, 2, 3. Кінәлімін дейсің бе? Сонда сен кеше кімді құтқарып қалып едің? Чинхуа компаниясының мұрагер дейді ғой. Ал Шинхуа деген қандай компания өзі? Бүкіл Кореядағы ең үздік компания. Егер Шинхуа мұрагерін құтқарып қалсаң, бұл бүкіл Кореяның экономикасын құтқарып қалғаныңмен тең. Онда не үшін кінәлі боласың? Осы ерлігің үшін медаль беру керек саған. Сондықтан медальдің орнына мұнан әкелді, мінекей. Мінекей. Міне. Ал, қалай екен? Бұл не? Қайдан алдыңдар? Қайдан дейді ғой? Әлгі мырза, қалай еді аты? Қалай еді? Чумпё. Чумпё. Иә, білем. Мұның бәрін Чумпё мырза беріп жіберді. Сосын саған ұрыспауымызды өтінді. Өйткені сен оны құтқарып қалыпсың. Бұны соның қарымтасы ретінде беріп жіберіпті. Ең үздік компанияның мұрагері. Оның бәрі қалай болды? Тамаш емес пе? Ал келесі жолы арнайы келіп сәлем берем деді. Қандай жанашырлық, тіпті жылап жібере жаздадым. Иә. Апа, жыламаш. Қымбаттым, неге жылайсың? Бұл қуанышты сәт емес пе? Түні бойы бірге болдық. Сондықтан бұл үшін өзім жауап берем. Енді Ким Чанди Чумпёмен жүреді екен. Ким Чандидің жігіті жоғарғы сыныптағы Чумпё. Енді Ким Чанди Чумпёның құрбысы. Мүмкін емес. Сәлем, Чанди. Көргеніме қуаныштымын. Кім Чанди, амансың ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Иә, қайырлы таң. Чанди, Чанди. Кім Чанди? Оңбаған. Үндемей жүріп бәлесін қара. Чөнпё, бұл рас па? Жоқ. Жоқ. Бұл сендер ойлағандай емес. Мүлде басқа. Тек жай ғана. Я. Рас. Жоқ. Олай емес.
먼디 동산에 맥이 같이 앉아서 놀던 곳 물레방아 소리 들린다 қалың қалай? 내 사랑하는 м, аздап басым айналатын еді. Қазір тәуір болып қалдым. Құдайға шүкір. Саған келгенімді ешкім білмейді. Сондықтан қысылмай-ақ қой. Чанди, Не? F4-тегі ку чемпионмен жүретінің рас па? Енді... Әрине өтірік. Кездейсоқ түні бойы бір жерде болғанымыз рас. Менің байқауымша, ол сені ұнатып қалған сияқты. Мүмкін емес. Ойнаған шығар. Еріккеннен не істерін білмей жүрген жоқ па? Ку чемпионың кім екенін білетін уақыт болды ғой. Әлі түсінбейсің бе? Ку чемпионға менің қандай керегім бар? Дегенмен, солай ғой, иә? Иә, солай. Қайда бара жатырсың? Иә, жазылып кеткен сияқтымын. Чанди, мүмкін бір жерге барып қыдырып қайтармыз. Тек біраз күте тұр. Чинхуа балабақшасы? Жоқ! Біреудің затын рұқсатсыз неге аласың? Нені білгің келіп тұр? Кешір. Өзім үшін бірдеңе жазған едім. Басқаларға көрсетуге ұялам. Дауыс көтергенім үшін кешір. Жоқ, менікі дұрыс болмапты. Өзің кешір. Жүр, саған киім ауыстыру керек. Жүр. Чемпион, бұл шын сөзің бе? Ол не? Ким Чандиді айтам да? Менің өтірік айтқанды қашан көрбең? Шындық дегенді қалай түсінетінімізді білесің ғой. Сөйте тұра оп-оңай айта салдың ба? Бізге махаббатқа қатысты белгілі бір шектеулер қойылған. Соңғы шешімді ата-анамыз айтады. Мұны ұмытпа. Сендер тек сөз жүзінде ғана еркексіңдер. Шын мәнінде, ешқашан еркек болып көрмегенсіңдер ме? Сеніңше нағыз еркек қандай болу керек? Басынан аяғына дейін өз ісіне толық жауап беретін адам. Аяғына дейін? Иә, аяғына дейін. 널 다시 내려놓고 걷다가 가슴에 묻어두고 마지막 편지도 비에 적셔 내리네 창문을 또 열어보고 그대 이름을 불러도 대답 없는 내 소리만 귓가에 들리네 아까워도 모든 것이 그리워 아까워도 모든 것이 괴로워 아까워도 너가 못한 여자 몰라 그대가
билегің келмей ме? Не? Билемейсің бе деймін? Бұл жерге алғаш рет келіп тұрмын. Әуелі бәрін көріп алайын. Мейлі, онда осы жерде күте тұр. Жақсы. Кешіріңіз. Не? Ренжіп қалдың ба? Түрің мынау. Тым болмаса дұрыстап билеуді үйренбейсің бе? Мынадай сиқыңмен биге шығып нең бар ет? Ұсқынсыз неме? Сұмырай. Гаель, ешқайда бармайтын бе едің? Қайда баруым мүмкін? Ешқайда кетпеш, жалғыз қалдырмаш мені. Тағы не деп кеттің? Одан да бар да тамақ дайында. Қош келдіңіз. Ким Чанди осында жұмыс істей ме? Иә, Өзі қайда екен? бүгін оның демалысы. Ал сен Чандидің құрбысысың ба? Көптен досыңдар ма? Бала бақшадан. Демек жақын құрбысы екенсің ғой. Жүр. Не? Қайда? Ай, мынаған қараш. Айттым ғой. Мұны айтып тұрғаным, Чандидің жүрегі жараланып қалама деп қауіптенем. Мүмкін сен ақылыңды айтарсың. Қыздар үшін бұл өте маңызды емес пе? Сонда не айтуым керек? Шамаңды біліп жүр. Корпорация қожайындарының балалары кімді болса да уақытша ермек қылып тастап кетеді дейін бе сонда? Әй, сабыр сақта. Әдемі қыздар ашуланғанда қорқынышты болып кетеді. Гаель, шынымен Чандидің құрбысысың ба? Егер оған қастандық ойластырып жүрсең, өзіңе қиын болады. Осыны ұмытпа. Кіммен ойнап жүргеніңді білмейді екенсің. Бүгін ешқандай әңгіме болмады деп есептейік. Сау бол. Біле білсең, бұл жерде Чандидің еш кінәсі жоқ. Соңынан қалмай жүрген жігіттің өзі шығар. Біздің Чандиде ешқандай да арам ой жоқ болған да емес. Ей, Ижон, сен не бүлдіріп жүрсің? Не бүлдіру мүмкін? Қыздардың ашуланып шығуына бірақ себеп болуы мүмкін. Солай ғой. Жоқ, білмеймін. Мен ондай қыздарды жақтыра бермеймін. Сонда ол қандай? Комедия ма, мелодрама ма, бәрібір түбінде трагедиямен аяқталады. Одан басқа ерекше ештеңесі жоқ. Соншама тырысудың қажеті жоқ. Сонда да бұл құнды зат қой. Сынып қалмағаны дұрыс. Кешір. Оқас жоқ. Ішің пысқан жоқ па?
Рахмет. Қазір тағы бір музыка ойнап берейін. Өткен түн үшін рахмет. Жоқ. Жоқ. Мүмкін емес. Кенетте мектеп формасын неге кидің? Кейде бұны да киген дұрыс. Солай емес пе? Шашыңды түгел түзетіп тастамақсың ба? 2 сағат өтті. Күнде осылай істемек ойың бар ма? Бір күні бір амалын табар. Жақсылап түзе. Жарайды. Жалпы не ұнамайды саған? Айтшы, қай жеріңді ұнатпайсың, а? Тәкаппарсыған түрің, маңғаш жүрісің, жалбыраған шашың, бәрі ұнамайды. Тек сендер ғана мектеп киімін кимейсіңдер. Соның өзі ақмақтық. Өздеріңнен әлсіздерді қорлайсыңдар. Нағыз ес алаңсыңдар. Ал кеттік. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Жоқ, неге есімде қалмады екен? Есімде жоқ қой. Құдай-ай. Тыныш, Жанди, сабаңа түс. Кім Жанди? Егер бірдеңе болса, бүгінгі күн өзгешелеу болар еді. Әлде болды ма екен, а? Жоқ. Олай болуы мүмкін емес. Ай. Ей, не болды? Жібер мені. Жібер деймін сендерге. Жібер. Не болды? Осылай айтуға қалай дәтің барады? Мүмкін емес, сен нағыз мыстан екенсің. Өзіңнің нағыз бейнеңді көрсеттің. Сенің кім екеніңді білуші едік. Бірақ сен біз ойлағаннан да асып түстің. Ей, жібер деймін. Не керек сендерге? Жібер дедім. Ей, оның Не? нағыз бейнесін Жібер деймін. Жібер дедім Бас ғой. аяғыңды. Бол. Жоқ. Ей, жіберіңдер. Бол. Жібер дедім. Ей, Қанеки, жіберіңдер. ештеңе бүлдірген жоқпын дейсің бе? Есіңде болсын, чемпион алдағаның, бізді де алдағаның. F4-ті мазақ қылғаның, бізді де мазақ қылғаның. Ұқтың ба? Біз саған мектебімізді күлкі қылуға жол бермейміз. Сен сияқты жиіркенішті құрттың мектебіміздің атына кір келтіруіне жол бермейміз. Не істеп тұрсыңдар?
Оған неге тиісе бересіңдер? Чемпио, алданба. Мынаны көр де есіңді жи. Жоқ, көчемпе, бұл өтірік. Бұл жерде бір түсінбестік бар. Мына күйіңде суретке түсетіндей не болды? Жауап бер. Білмейм. Біреу әдейі ұйымдастырған сияқты. Бар айтарың осы ма? Алданатындай ақымақ емес сияқты едің ғой. Не болды? Мұндай алдауға оп-оңай түсіп қалғаның ба? Жауап бер! Көчемпе, сөзіме сенесің бе жоқ па? Маған бәрібір. Бұл суреттің қайдан шыққанын да білмеймін. Қалай түсіргеніне де ақылым жетпейді. Бірақ не болса да мейлі. Бұл өтірік. Мен шынымен түсінбей тұрмын. Тек бір сұрақ қоям. Мына суреттегі қыз сен екенің рас па? Сенсең де сенбесең де бәрібір дейсің. Ал жарайды, өзің біл. Кім Чанди? Енді сенің кім екеніңді білгім де келмейді. Кім Чанди? Менен енді аулақ жүр. Ей, Чанди, бер кел. Мынаны қуып шығайық. Қане қыздар? Мынаны қуып шығайық. Кет. Көзімізге көрінбе. Ұятсыз. Жоғал. Бұл жерден шық. Тыңда, бұл дұрыс емес. Мұндай жағдайда біреу өліп қалса да таң қалуға болмайды. Чунхидің тойынан кейін мұндайды көрмеп едік. Тезірек барайық. Кешіріңіз, ондай мәлімет бере алмаймыз. Тек бір-ақ рет сұрауға бола ма? Ең алдымен сол адамды табу керек. Онымен клубта кездестім дедің бе? Мен бәрінен сұрап көрдім. Ешкім білмейді. Таңертең оянған кезде ештеңе байқамап па едің? Есім хат немесе бір зат? Айнада жазу болған. Кешегі түн үшін рахмет. Далаппен жазылған. Түсінбедім. Тоқта. Далап дедің бе? Иә? Сенікі ме? Жоқ. Сонда қалай? Әлгі жігіттің далабы ма? Демекші адам болған. Қайдағын айтпаш? Жарайды. Тоқта. Ана кісі дұрыс айтқан сияқты. Бөлмеде шынымен де 3 адам болған. Біреу суретке түсірген.
Далаптың да иесі сол болды ғой. Не істеп тұрсыз? Қараңдар, мен мұнаны дақ шығар деп ойлап ем, бірақ өшпейді. Бұл деген... Кеттік. Ей, Енді жұмысты бізге қалдыр. Рахмет. Иә. Егер бұл тату болса, демек Андромеда тобынан. Іздестіріп көрейін. Бұл оңайға түсе қоймас. Естуімше осындағы ең таңдаулы клиент екен. Ал егер сондай клиенттен айырылсаңыз, сізге де қиын болады. Түсінгендеріңіз үшін рахмет. Бірақ, егер оның қайда екенін айтпасаңыз, өзіңізге де оңай тимейді. Мекемеңіз жабылады. Иә, Не? Бұған 2 апта уақыт кетеді. егер F4 шындап кірсе, 1 аптада жетіп қалар. Не? Мына тұрған ғимарат сіздікі ме? 니네 거 맞지? Ертеңнен бастап қолға аламыз. 어디 연습 삼아. Әлде дайындықты қазірден бастаймыз ба? Кім дейсің? 멈춰서라도 너를 향해 가는 내 맘인 걸 듣지도 않니 들지도 않니 왜 이리 내 사랑이 정말 가슴이 어떻게 됐나봐 눈먼 사랑의 바보가 됐나봐 오직 한 곳만 매일 한 곳만 나를 사랑하면 안 되니 클 때, 그리고 혹은 3보다 작을 때 fx는 0보다 크거나 같다. 그런 거죠. 그러니까 fx는 3분의 1을 그래프에서 봤을 때 그래프 3주 fx가 3분의 1 가늘고 0보다 x가 0보다 클 때, 그리고 혹은 3보다 작을 때, 그럴 때 fx는 0보다 크거나 같다. 그런 거죠. 그러니까 구간 0.3에서 함수 fx는 3 Бүгін түстен кейін бейшара Ким Чан Диге арналған қызанақ кеш өткізіледі. Бәрінің қатысуын өтінеміз. Рахмет. Сау болыңыз. рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Үйге қайтып барасың ба? Чанди. Бір жұмысым бар еді. Бүгін ертерек кетем. Естіп тұрсың ба?
Чанди. Жақсы. Сау бол. Қарғыс атсын! Қарғыс атсын! Несіне уайымдайсың? Күн чемпио, сол сүмелекке бола қиналып жүрсің бе? Адам сенгісіз. Есіңді жиыш. Мұндай болмауы тиіс. Не болды саған, күн чемпио? Бұл сенің қоғамдағы орныңа лайық емес. Сен оның құрбысы емес пе едің? Ол туралы жаман сөйлеп тұрғаның қалай? Ол сені менен тартып әкетті. Кетпеш. Кетпеш, өтінем. Тарт қолыңды. Кім Чандидің несі бар? Менің қай жерім кем? Чанди кім еді соншама, кім еді? Жоқ, күн чемпио, бұл өтірік. Бұл жерде бір түсінбестік бар. Мынадай суретке түсіретіндей, соншалықты не болды? Білмеймін. Біреу әдейі ұйымдастырған сияқты.
Қолымнан бар келгені осы ма? Ал қане, тағы байқап көріңдер. Қане ұрайық. Шаш, қане, шаш. Мә, Ұрыңдар, ұр! сол керек саған. Лақтырыңдар. Әке, қараш. Бұл кім? Бұл чемпион ғой, Шинхуа корпорациясының мұрагері. Тыныш. Не істегелі тұрсың? Ей, ау! Формаңыз бен аяқ киіміңізді жаңадан әкеліп бердім. Тыңдаңдар. Қазіргі сәттен бастап, Чанди менің қызым екенін хабарлаймын. Мен бұған қарсымын. Джиху? Джиху? Мен қайдамын? Бұл жаңа Каледония аралы. Менің отбасымның жері. Махаббат. 4-ші бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.